Сәлеметсіңдер ме балалар? Қалдарың қалай? Қазір бізде қазақ тілі сабағы. Здравствуйте, ребята! Как ваши дела? Сейчас у нас урок казахского языка. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы мынау түйе. Это верблюд. Жаңа сөздермен танысамыз. Жылқы, лошадь, ешкі, коза, сиыр, корова, қой, овца, түйе, верблюд. Қане балалар, өздерін қайталап көріңдер. Балалар, тыңдаймыз, қайталаймыз. Түйе, түйе. Жылқы, жылқы, сиыр, сиыр, қой, қой, ешкі, ешкі. Жарайсыңдар балалар. Келесі тапсырманы үлгі бойынша айтамыз. Үлгі. Бір сиыр. Бірінші суретте бір сиыр. Екінші суретте екі сиыр. Ал үшінші суретте көп сиыр. Қане дәл осылай түйені, қойды, ешкіні айтып көр. Балалар, келесі тапсырма. Мына суреттердің ішінен жануарларды тап. Тауып, сызбасын сызып, атап көр. Ал енді жұмыс дәптерлеріңді алып, дәптерге жазамыз. Экранда көрсетілген сызықты сызып шығамыз. Балалар, қазақ тіліне тән дыбыстарды қайталаңдар. Ә, о, ү, х, ғ, қ, ң, і. Жарайсыңдар балалар. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Келесі сабаққа дейін сау бол.